Сәлем достар, бүгін біз жаркойя дайындайтын боламыз. Ол өте дәмді болады, сондықтан бірге жасайық. Алдымен бізге ет керек болады, соны бірінші турап аламыз етті. Етімізді видеодағыдай турауға болады, немесе өздеріңіз қалағандарыңызша тураңыздар. Бізге пияз қажет болады. Пиязымызды видеодағыдай төрт-бұрышты қылып тураңыздар. Бізге қызанақ қажет болады. Қызанағымызды дәл видеодағыдай тураймыз. Бізге және де перец қажет болады. Перецімізді тураймыз дәл видеодағыдай. Қазанға сұйық май құйып, қызып тұрған майға етімізді қуырамыз. Араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша тұз қосасыздар. Пиязымызды қосамыз, және де 5 минут өткен соң қызанағымызды қосамыз. Қызанағымызды саламыз, сосын перецімізді саламыз. Картопымызды саламыз. Картопымызды үлкен қылып, осындай видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай турап саламыз. Және де тұз саласыздар. Тұзды өз қалауымша салдым. Өздеріңіздің қалауларыңызша салыңыздар. Су құясыздар. Өте дәмді жаркойя шықты. Подписаться етуді ұмытпаймыз, лайк басыңыздар.